Сенің жан дүниеңе түсіретін сан түрлі адамдар бар. Және ең қызығы, осылай жасай отыра олар сені емес, сен оларды ренжіткендей айналаға паш етеді. Сонымен қоса, кешірім сұрауыңды да талап етеді. Кей адамдарға жақсылық жасасаң да жақпайсың. Нәтижесінде сені кім сұрады деп өзіне бас салады. Осыдан ұққаным, ең бастысы шын жүрегімен бізбен бірге болуды қалаған адамдарға ғана барлық уақытымызды арнау керек екен. Көре алмаушылық жүректегі у. Байлықта достар көп, ал кедейлікте тіпті туыстарыңды да таппайсың. Кейде біз ең жақын, ең сүйікті адамдарымызға өте немқұрайлы қараймыз. Құтты олардан еш уақытта айырылмайтындай, ал шындығында оларды жоғалтып алу туралы ойдың өзінен шошынамыз. Жақындарыңызбен тағдырды сынамаңыздар. Өйткені адами қарым-қатынас темір емес, нәзік шыны сияқты. Бір күні сынса, жинай алмайсың. Неге біз көп жағдайда басқа адамдармен кездесуді аса қуанышпен күтеміз, бірақ әрқашан дерлік туыстарымыз бен жақындарымыздан алысқа қашқымыз келіп тұрады. Өмірде жақын адамдар бар. Сен олардан үміт күтіп отырғанда, олар сенің аяғыңнан шалып қалады. Ең өкініштісі, адамдар өздерінің мінез-құлқымен, іс-әрекеттерімен біздің оларға деген барлық жақсы сезімдерімізді біртіндеп өлтіреді. Адамдардың саған жасаған қылықтарын өздеріне жасайтын болсаң, түк түсінбегендей таңғалып, кейде өкпелеп те жатады. Егер сіз өз өміріңізді бұзғыңыз келмесе, дәл қазір өз өмірін бүлдіріп үлгендерден аулақ болыңыз. Адам біреуге риза болса, кемшілігін көрмейді, ал біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді. Біз әрқашан басқалардың сезімін жаралауға қорқамыз, ал біздің сезімдерімізбен ешкім де санаспайды. Өмірдегі ең қиын таңдау ол алдыңдағы көпірлердің қайсысынан өтіп, қайсысын өртеп кету екендігін білу. Өмірдегі ең бастысы байлық пен ақша емес, ең бастысы жақындарың мен туыстарың саған сатқындық жасамай, түсіністік танытқандары. Адамдарды кедейлік немесе байлық бүлдірмейді, тек қызғаныш пен тойымсыздық бүлдіреді. Өмірдің 4 заңын ұстансаң бақытты боласың. Сен жүрегімен сүйетіндер үшін өмір сүру керек. Кімге арқанды сеніп тапсыра алатын болсаң, сонымен дос болу керек. Жағымды адамдармен әңгіме құрып, сені бағалай білгендерге алғыс білдіру керек. Шындықты бетке айтсаң болғаны, сен сол сәттен-ақ жек көрушіліктің объектісіне айналасың, және ең сорақысы олар туыс жақындарың болғанда. Сенің қайғың ол тек сенікі, жақындарың сенің қайғыңа қаншалықты ортақ болғанымен, олардың ешқайсысы сенің бойыңдағы ауыртпашылықтың тең жартысын да сезе алмайды. Туыстарың қандай жақсы болса да, әйтеуір бәрібір сені жек көрудің себебін табады. Қызғаншақ адамдар өз қолдарынан келмейтінді жиі сөз қылады, айыптайды және сынай береді. Шындығында олар ешқашан ондай биіктерге қол жеткізе алмайды. Адамның жан дүниесіне шеге қадаған кезде есіңде сақта. Қағылған шегені кешірім сұрап алғанымен, сені онда орны толмас жара қалдырасың, және ол өте ұзақ уақыт бойы өз иесіне ауыртпашылық әкеледі. Сондықтан сені шын жүрегімен жақсы көретін адамдарды еш уақытта ренжітпе. Адамдарды ренжітпеуге тырысамын. Шамам келгенше көмегімді аямаймын. Бірақ кей адамдар иілген сайын басыңа шыға береді екен. Өмір тым қысқа, сондықтан оны жанжалмен, әсіресе қасиетті отбасы ішіндегі түсініспеушілікпен зая кетіруге болмайды. Саған жақын адамың опасыздық жасаған кезде өзіңді 10-шы қабаттан құлап, бірақ тірі қалған адамдай сезінесің. Мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді. Адамның сөздерінің талабы биік, бірақ істерінің өте төмен болғаны жиіркеніш сезімін тудырады. Бірақ шындық осындай. Ата-аналардың балаларына қалдыра алатын ең бай мұрасы әкесі мен анасы туралы нәзік естелігі мен бақытты балалық шағы. Жақын адамдарыңды тағы бір рет құшақтап, оларды қаншалықты жақсы көретініңді айтуға қорықпа. Жақсы әрекетің жетіспей қалғанша бір ретке артық болғаны жақсы. Жүрекке ең өткір түйреуіштер жақындарының қолымен тығылады. Жылдар өте келе түсінесің, айналаңа тым ашық болып барлығын айта беру
еш жақсылыққа әкелмейді. Рахатқа бола 5 күнгі ренжіте көрме ешкімді. Дүниенің нашарлағаны соншалық, алдыңда ниеті таза, шынайы адам тұрса да, бәрібір бойынан қандай да бір мін іздей тап бастайсың. Ең ауыр тиетіні сатқындықтың өзі емес, сатқындық жасаудың бағасы. Егер туыстарың сені қиналған сәтінде естеріне алмаса, онда өмірің жақсарған кезде сен оларды есіңе алма. Маған өмірде қаныммен емес, іс-әрекеттерімен туыс болып кеткендерге мың алғыс білдіремін. Егер сен туыстарыңмен қарым-қатынасты бүлдіргің келмесе, ешқашан және ешқандай жағдайда да олармен өзіңе қатысты маңызды нәрселерді талқылама. Жалған адамдардан маған тек бір нәрсе ғана керек. Бұл олардан аулақ болу. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Жақын адамдардың арасында өзгенің бақытты болғаны өте өкінішті. Адамдарға біздің үмітімізді ақтамағандары үшін ренжудің қажеті жоқ. Біз өзіміз кінәліміз, өйткені біз олардан күштері жетпейтін биіктерді күттік. Туыстарыңмен жаға жыртыспа, тек оларды жақсы көретініңді айт. Егер жақын адамдарың сенің көз жасыңа себепкер болып жылатса, онда бұл ашық сөйлесудің және эмоцияларыңды білдірудің ең жақсы уақыты болуы мүмкін. Туыстық қарым-қатынастағы ауыртпашылықтан қашу бұл отбасыңды сүю болып саналмайды, тек өз-өзіңді сүйетініңді білдіреді. Бір сәтте маған мен жайлы туыстарым не ойлайтынынан бәрібір болды, және дәл сол кезде өмір сүруімде жеңілдеген сияқты болды. Жүректе жалғыздық орнаған кезде, ең жақын адамың бөтен сияқты болған кезде, аспанға қарап терең дем ал. Есіңде болсын, Алла тағала әрдайым сенің жаныңда. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.